Үкімет тарапынан ешқандай қолдауды күтпей-ақ өз қаражатынан кәсібін ашып отырған келіншектер бар. Солардың бірі Жібек Жолы ауылдық округінің тұрғыны Гүлмира Измаханова. Мен енді өзімді айтып өтейін. Бұл салонды ақпан айында аштым. 18 жыл осы салада жұмыс жасаймын. Осы салаға келуімнің себебі өзіме ұнайтын бала кезден. Адам өзінің сүйікті жұмысын жасаған уақытта уже оған жетістікке жетеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда біз 19 адам жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Бұл жерде бізде услугалар шаш сәндеу, бет әрлеу және кірпік. Әйел адамға жанына не керек? Бәрі бар бізде. Бұл біздің оқыту орталығымыз. Қазіргі таңда оқушылар оқып жатыр. Жұмыссыздық өте көп. Сол үшін әйел адамға мотивация болсын. Негізінен салон саласы өте ыңғайлы. Осы жаңа орталық әйел адамдарға, мысалы, оқымаған қыздар бар, иә, дұрыс па? Мектептен кейін или үйде отырып қалған аналар бар. Оларға, мысалы, бірінші психологиясынан көмектесем, потом осындай жаңағы оқытам. Бұл біздің фитнес залымыз. Қазір біз осы жерге фитнес залына тұрақты құралдарын бәрін алдық. Енді әлде де көбейтеміз. Ерлер және әйелдер фитнес залы қылдық. Осындай Жібек Жолы ауылының көркеюіне үлес қосайық деп. Бұл біздің балабақшамыз 55 балаға арналған. Қазіргі уақытта балапан бағдарламасымен биыл кірдік. Осы біздің жақын төңіректе біз осы біріншілерден болып осы балабақшаны аштық. Алдағы уақытта уже бұдан да жақсы балабақшалар ашуға тырысамын.